мейлі ояу салмасың, мейірімді қаршадай кішкентай қыз. Қолдайды батыр аңыз бабасы, таңырқап қараймыз біз. Досқа адал, жауға адал, шуақтанып таңыңа тағзың жібек, күшті мықты біздің жібек, бабамдай рухты соғар жүрек, батыр жібек, білмейді тіпті. Алдыңғы бөлімде Армас ғаламшарының бұрынғы иесі Шолпан Қайсардың ғаламат күшін иемденіп ала алмай жүргеніне 7 ғасыр болса да, осы жолы қулығын асырып Қайсарды жеңеді. Бірақ дегенмен күшке қол жеткізе алмай қалады. Қайсар ол күшті тас қылып жинап, кеңістікке лақтырып жібереді. Ол тас жер ғаламшарына түсіп, оны жібек есімді кішкене қыз тауып алып, тастың ғажайып күші жібектің бойына тарайды. Сыныптастарынан сөз естіген, жақын досынан пана таппаған жібектің осынау сәтсіз күні осындай ғажайыппен аяқталады. Туған күнің мен қызым. Менің туған күніме қандай сыйлық алдыңыз? Кешкісін көресің. Тортқа тапсырыс беріп қойдым. Бүгін ерте келем. Кешкісін жақсылап тойлаймыз. Бірақ дүкенге кім барып келеді екен, а? Менің туған күнім ғой, әке. Сулифа! 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 Болмайды ғой. Мен сыйлықты алуға барам. Жарайды. Өзінің қандай күшке ие болғанын түсінбеген секілді. Иә, солай сияқты. Темірханның шешіміне әлі де таңым бар. Әкем бүгін жұмыстан ерте келетін болды. Үйде туған күн өткіземіз. Кешке үйде күтем. Кешікпей кел. Мен бара алмаймын. Гидравликалық сымдарға тапсырыс беріп қойғанмын. Кешке солар келеді. Жарайды. Келмесең келмей-ақ қой. Әкем екеуміз тойлай береміз. Шұғыл хабарлама. Бүгін аса қауіпті қылмыскер қашып кетті. Қазір Ақмол көшесінде 2 полиция қызметкері оның соңына түсті. Бәрің дереу жетіңдер. Жоқ, бүгін емес. Бәке? Я, Қасым. Мен... Сосын, Қасым. Қазір қылмыскерді ұстау керек. Қап. Қалайсыз, әке? Мен тортты алдым. Үйге бара жатырмын. Кешікпей келіңіз. Қызым, мен бүгін кеш баратын сияқтымын. Неге? Бүгін тағы да дабыл қағылды. Тағы да ма? Жарайды, әке. Байқап жүріңіз. Қап. Әлеметті, ұстаңдар қылмыскерді. Сендер мені ұстай алмайсыңдар. Тіпті армандамай-ақ қойыңдар.
болды. Көптен бері ұстатпай жүрген ауыр қылмыскерді белгісіз біреу полиция бөлімшесінің алдына деп тастап кеткен екен. Мен Полиция келдім. қызметкерлері Әке! жерде тұтқындап, оны ұстаған Келе ғой. адамды іздестіруде. Тағы да туған күніңмен қызым. Мынау саған сыйлығым. Рахмет, әкетай. Торт та келдің бе? А? Туған күніңмен жібек. Әке, бүгін ерте келдіңіз ғой. Күнде осындай болса ғой шіркін. Күнде бүгінгідей таңғажайып жағдай болса жақсы ғой әрине. Айтпақшы ағанаңмен хабарластыңдар ма? Иә, хабарластық, бәрі жақсы екен. Ол кәдімгі бала емес, тіпті адамға да ұқсамайды. Құтқарыңдар, маған енді оны көрсетіңдер.